Гепатит дегеніміз бауырдың қабынуы. Гепар латын тілінде бауыр дегенді білдіреді, ал ит жалғауы қабынуды білдіреді. Гепатит негізінен өз кезегінде өте ауыр асқынуларға, оның ішінде бауыр жетіспеушілігі, бауыр рагіне, бауыр циррозына, бауырлық комаға алып келетін инфекциялық қабынулық ауру болып табылады. Оның көптеген себебі бар. Оның ішінде ең жиі кездесетін инфекциялық, яғни әртүрлі вирустардың әсерінен қабыну болып табылады. Гепатитке алып келетін себептерді талқылайтын болсақ, ең бірінші инфекциялық себеп бұл вирустық этиология, яғни бұл кезде бауырды зақымдайтын А, В, С, Д, Е вирустық гепатиттері, одан кейін Эпштейн-Бар вирусымен шақырылатын инфекциялық ауру, мононуклеоз, аденовирусты инфекция, ВИЧ-инфекция, геморрагиялық қызба және циталомегаловирус әсер етеді. Одан кейін екінші әртүрлі бактериялардың және гельминт, яғни құрттардың бауырды зақымдауының әсерінен болатын гепатиттер. Оларға сифилис, лептоспироз, ерсиноз, іш сүзегі, амебиаз, эхинококкоз жатады. Одан кейінгі себеп токсикалық гепатит. Яғни бұл токсикалық гепатит дегеніміз бауырға әртүрлі улардың әсерінен, алкогольдің әсерінен, дәрілердің әсерінен жаңа зақымдардың келуі. Яғни алкоголь жиі қолданатын адамдарда оның құрамында этанол бауырға токсикалық әсер көрсетеді. Одан кейін өндірісті улар, әртүрлі бауырға зиян тигізетін жұмыс орындарында улар жатады. Одан кейінгі себеп ол жаңағы дәрілік препараттар, яғни кейбір дәрілік препараттар бауыр арқылы шығатын болғандықтан бауырға токсикалық әсер көрсетеді. Ол дәрілерге стероидтық емес қабынуға қарсы дәрілер, аспирин, диклофенак, туберкулезге қарсы дәрілер, изоназид, рифампицин, тетрациклин тобының дәрілері, пенициллин тобының дәрілері және аритмияға қарсы дәрі, амиодарон, эпилепсияға қарсы дәрі, карбамазепин, клоназепам жатады. Одан кейін одан басқа көптеген сульфаниламидтер тобынан әртүрлі гормональды препараттарда бауырға кері әсерін тигізеді. Одан кейінгі себеп алкогольді емес стеатогепатит. Яғни бұл кезде ешқандай алкогольдің әсері жоқ, бауырда майлы гепатоз болады. Бұл әртүрлі метаболикалық, яғни затталмасы өнімдерінің затталмасының бұзылысының салдарынан болатын бауырдың зақымдануы. Одан кейінгі себеп аутоиммунды гепатит деп аталады. Бұл аутоиммунды гепатит дегеніміз негізі болатын себебі белгісіз. Гепатит көбіне туа пайда болған болады. Бұл гепатиттің бірінші, екінші, үшінші типі болады. Гепатит болған кезде, яғни бауыры әртүрлі вирустардың әсерінен зақымдалған кезде, ол ең бірінші адамда оң жақ қабырғасында ауырсыну синдромымен сарғаю белгісі көрінеді. Көбіне осындай шағымдармен келеді. Сарғаюдың өзі кейбір адамдарда сарғаю болуы мүмкін, кейбір адамдарда сарғайусыз түрде өтуі мүмкін. Және инаппарантты формасында кездеседі. Сарғайусыз түрі көбіне ауыр түрде асқынып кетеді, себебі оны анықтауда қиынға соғады және көп жағдайда басқа аурулармен шатастырып алуы мүмкін, дұрыс диагноз қойылмауы мүмкін. Ал инаппарантты формасы кезінде ешқандай да белгілері көрінбейді, бірақ адам өзі вирусты сыртқы ортаға бөліп отырушы болып табылады. Одан кейін ауырлық дәрежесіне байланысты жеңіл дәрежелі, орташа дәрежелі және ауыр дәрежелі. Сонымен қатар фульминантты формасы бар. Бұл фульминантты формасы өте ауыр кездеседі. Ол бірден бауыр жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Бұл көбіне гепатит В вирусы мен гепатит Д вирусының қосылысы кезінде болатын гепатиттерде кездеседі. Гепатиттің себептері әртүрлі болғанымен ең жиі осы вирустардың әсерінен болатын гепатиттер. Ол 5 түрлі гепатит бар. Гепатит А, гепатит В, гепатит С, гепатит Д, гепатит Е. Және сонымен қатар микс гепатиттер. Яғни бұл кезде гепатит В мен гепатит Д-ның қосылуы, гепатит В мен гепатит С-ның қосылуы. Осылар қатар жүреді. Бұның ішінде гепатит А мен Е жеңіл түрде өтеді және толық жазылып кетуі болады. Гепатит А, Е фекальды оралды жолмен жұғады, яғни бұл кезде лас сумен, дұрыс гигиеналық тазалық сақтамай, яғни қолды жумай тамақ жеген кезде және ет өнімдерін дұрыс термиялық өңдеу жасалмаған кезде, сонымен қатар әртүрлі жемістерді, көкөністерді жумай жеген кезде жұғады.